Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен есімім Гүлжан. Бүгін сіздерге iHerb-тағы ең танымал, ең сұранысқа ие 10 витамин туралы айтатын боламын. Егер сіздің денсаулығыңызға байланысты iHerb витаминдерін назначать етіп, дәрігерлер немесе өзіңіз iHerb туралы естіп, қызығушылық танытып, осы каналға случайно түсіп кетіп жатсаңыз, достар, осы видео сіз үшін ең сондай ақпараттық, танымдық көмек болады деп ойлаймын. Достар, iHerb-та витаминдер өте көп, оны мен уже қанша рет айтып жүрмін. iHerb-та 3000-ға жуық магазин бар. Каждый магазиннің ішінде қаншама, как минимум есептегенде 100 товар бар. Сонда есептей беріңіз, қанша продукция бар, сайтта. То есть шатасып, ішінде барлығын жаттап алу мүмкін емес, достар. Сондықтан осындай видеоларды түсіріп отыратын болам. Өйткені менде марафон оқыған қыздар бар, и ол қыздар менен сұрайды: Гүлжан, айтыңызшы, қандай витаминдер iHerb-тан сұранысқа ие, қандай витаминдарды ұсынсақ болады деген сияқты. Сондай қыздарға арналған такой информативный, познавательный видео. Негізі сайтта айтып өткен витаминдер өте көп, но соның ішінен ең деген 10-ын таңдап алдым, достар. Кейбіреулері менде в наличии бар, көрсетемін, а что нет в наличии, просто мына жерге картинкасын тастап кететін боламын, достар. Ең бірінші айта беретін, ол бізде ең танымал, ең сұранысқа ие, ол жидкий йод. Жидкий йод, бренд называется Life Flow. Мынандай жидкий йод, бұл коробкасы, достар. Бұл жерде 59 мл. Вот, и вот так выглядит сам йод. Видно, да? Вот. И пипеткасы бар мында, өте удобно. Бутылкасы стекло. Вот, видите, да? Вот такой вот йод. Ой, сейчас я не набрала. Вот такой вот получается. И осыны суға алып, үлкен кісіге 3 капля, балаға 1 капля күніне ішесіздер. Йод біздің организмімізде өте маңызды элемент, хотя біз бұл йодты көбісіне тұздан аламыз, и то тұздың көбісіне крышкасын ашып жауа берген екен, достар, ол ұшып кетеді. Сондықтан йодты осындай витамин күйінде, немесе жаңағы морепродукты дейді, сол морепродуктыда өте көп кездескен йод, солай қабылдаймыз организмімізге. Но өкінішке орай менде мүмкіншілік жоқ күнделікті морепродукт жеп отыратын, сондықтан бізде и недоступно, честно говоря. Сондықтан я так думаю, осы жидкий йод самый оптимальный вариант дозаның норманы толтырып отыру үшін. Мына жерде 150, достар. Я мені қателесіп отқан жоқпын. Мына 150, видно вам, нет? Дозасы 150 ғана. Вот, и каждый день для нашего организма это достаточная норма. Вот, біреулер енді өте көбірек іше бергенде дұрыс дейді, біреулер жалпы ішуге де сначала дәрігермен кеңесіп ішуге де кеңес беремін, потому что кейбір кісілердің организмінде йод өте көп болады, оларға нежелательно ішудің қажеті жоқ, достар. Сондықтан бас салып, бет алды іше бермей, анализ тапсырып барып ішкен дұрыс. Енді йод жетіспеген жағдайда ол жаңағындай қалқанша без дейді оны. Зоб дейді ғой, зобқа шалдыққан кісілерге көбісіне назначает йодты, дефицит йод болған кезде, достар. Вот. И жалпы у кого зоб, достар, тағы да осы жерде пользуясь случаем айта кетейін, iHerb-та негізінде специально для тех, у кого зоб, есть специальный комплекс тироид деп айтылады. Менде негізі болған еді, нет, не осталось, а вообще бар сондай продукция. Егер сізде именно щитовидкаңыздан проблема болса, комментарийға жазып кетіңіз, мен сізге сол именно витаминнің ссылкасын тастайтын боламын, достар. А так, уақытты кетірмей қояйық, осы ең топовый, ең өтімді продукция осы жидкий йод. Достар, жидкий йодтың тағы да бір қызық жері, iHerb-та вечно нет в наличии, вечно кое-как алып үлгереміз, достар. Сондықтан кімге керек, если что, маған хабарласыңыздар, в наличии бар. По Казахстану болса, почтамен салып жібере аламын, достар. Вот. Екінші продукция, жидкий йодтан кейінгі, достар, ол мынандай комплекс. Это комплекс для суставов, кальций, магний, цинк деп айтылады. Бренд 21 Century. Қатты қымбат бренд емес, бұл енді соншалықты, но работает этот витамин. И
организміңізге әсері бар достар. Әсерін сіз бір аптада уже көресіз. Кімнің аяғы ауырады, буындары ауырады достар, мысалы жаңбырға сезімтал болады, кейбір кісілердің организмінде аяқтары сырқырайды, там не знаю, қолдарының буындары. Достар, осы витаминді алыңыздар. Үлкен кісілер, мамаларыңызға алып беріңіздер. Бұл жерде кальций есть, магний есть, и цинк, и D3 есть. Как мы знаем, D3 бар жерде бұл бүкіл организмдегі элемент жаңағы қабылданып жатқан витаминдердің барлығын D3 сіңуіне көмектесіп тұрады. Еще кальций мен магний тоже бір-біріне, они подружки. Екеуі подружка бір-біріне көмектесіп тұрады. Магний, кальций сіңу үшін ол организмдегі магнийді тартады. Сол себептен де олар магнийді қосып қойған өндірушілер, чтобы нехватка болмады. Организмдегі магнийдің бәрі сіңіп кетпес үшін кальций сіңіп жатқан кезінде поддержка беріп көмектесіп тұрады достар. Былайша қарапайым тілмен айтқанда. Мына жерде 90 штук, күніне 3-ден ішесіздер, сонда сізге бір құтысы бір айға жетеді. Вот менің бұл витамин туралы мен көп білмеуші едім, шын айтайын, бірақ заказ беріп қойдым, өзім ішіп жүрдім. Күндердің күнде мамам маған қонаққа келді, сөйтіп мамам аяғы ауырды. Түнімен массаж жасаймыз, тізесі ауырады, жаңбырға, как раз күз кезеді. Сосын деген мен тұрамды айтам, мама, давайте осы кальций бар, менде просто тұр, іше берейік, давайте екеуміз бірге, ішінде 90 штук, как бы көп деген сияқты. Сөйтіп мамам екеуміз ішіп жүрдік. Потом, сенесіздер ма, через неделю уже мама айтты, Гүлжан, мен аяғымды уқаламай-ақ қой, мені, мен аяғым жазылды деді. Сосын айтты, скорее всего, осы кальций көмектесті, потому что басқа ешқандай дәрі да, витаминді ішіп жатқан жоқпын, міне осы сен берген витаминді іштім деді. Сол кезде біз айхербті ең танып жатқанбыз өзімен в целом-да. И мама деген уже осы витаминді на постоянной основе алып ішетін болды. И вообще айхербтағы витаминдерге мамада уже интересоваться етіп, қызығып, солай мама қазір көп витаминдерін ішеді айхербтың. Жалпы не то, что мамам менің көп деген айналамдағы кісілер, көрші кісілер көбісі енді. Таныстарым, подружкаларым, басқа қаладағы там 100 жыл бұрынғы коллегаларым бәрі хабарласып, айхерб витаминдерін ішеді, заказ беріп ішеді. Енді достар, үшінші орында ол ең топовый, хитовый продукция айхербтағы ең сұранысқа ие, ол лецитин. Лецитин дегенде не простой, а вот подсолнечный, sunflower деп тұрады достар. Бренд мынау. Вот, бұл енді мен ішіп жүрген ашық упаковка, даже могу показать вам. Вот так вот выглядит, друзья. Такая вот капсула, такая коричневого цвета. Енді бұл капсуланы, достар, сумен жұтып ішіп жеуге де болады, немесе шайнап жеуге де болады. Дәмі как халва, очень вкусный и приятный. Достар, бұл лецитинді именно подсолнечный деген түрін Қазақстанда көптеген қазір инстаграмный дәрігерлер көп, жаңа онлайн курстар жасайды, өт тазалау дейді, басқасы дейді. Сонда именно өт тазалау курсынан өткен кісілерге протокол бойынша именно осы лецитинді кеңес береді, ұсынады. Вот, күнне 2-ден ішесіздер, сонда сізге 100 күнге жетеді бір ыдысы. Мұны ыдысын өзі приличный бутылка көріп отырсыздар. Без сои, без ГМО деп тұр мына жерде. Вот, и плюс достар, тағы да менде бір жақсы таныс араласатын апайым бар, ол кісі келіп көрді де, маған айтты, Гүлжан, лецитин болса мен алсам бола ма? Маған именно для того, чтобы восстановить нервную систему деп солай айтты. Содан шынына кеп қарасам, достар, мына жазылып тұр, для того, чтобы для нервной системы деп жазылып тұр. Вот. Сондай универсальный продукт. Потом енді мен лецитин туралы көп оқимын, достар. Сонда менің түскенім, бұл лецитинді на постоянной основе барлық кісіге ішуге кеңес береді. Даже балаларға да нерв жүйесін тынышталдырады. Қазір балалар жейтін тамақтарда қатты сондай бір таза тамақтар емес, өздеріңіз білесіздер, фастфуд и так далее. Сонда мынау баланың өт жолын, бауырын тазалауға көмектесетін лецитин. Мен қазір ұлыма берем, бірақ ол күніне 1-ден ғана ішеді, мен 2-ден ішем, достар. Вот такой вот продукт, универсальный, must have, самый-самый топовый продукт на сайте iHerb, друзья. Вот.
Теперь, друзья, төртінші продукт ол метилфолат. Мына жерге фотосын қалдырып кететін боламын, менде в наличии жоқ. Но несмотря на это, мен ол туралы айта беремін. Фолиевая кислота дегеніміз жалпы ол плюс 16 подросток кезіндегі қыздарға бастап үлкен репродуктивный периодтағы апайларға барлығына ішуге кеңес беретін продукция ол фолиевая кислота, кәдімгі аптекада сатылатын, иә. Ал вот именно Джерл формуласының метилфолаты, мына осы жерге мен картинасын қойып кетемін, достар, если көрсете берейін. Бұл жерде метилфолат фолиевая кислотаның бесінші поколениясы, достар, бесінші поколениясы. То есть ең совершенствованный, ең дамыған осы түрі метилфолат. Сондықтан, кто желает беременеть, кто хочет восстановить женскую микрофлору, друзья, осы метилфолатты кеңес беремін. Даже жаңағы подросток қыздарға да, у кого только начались менструальные циклы, да, сол кісілердің барлығына метилфолат ұсынамын. Бұл, как бы сказать, бұл қатты бір дәрі емес, сондай назначениемен алатындай, бұл жалпы для восстановления, для поддержки, да, женского организма сондай витамин. Так, келесі, достар, бесінші ол витамин С. Именно осы түрі, бұл бренд Нутрибиотик деген бренд, достар. Бұл жерде содиум аскорбат деп айтылады. Есть в капсулах, друзья, есть в порошковом виде. Өзіңізге қайсысы ұнайды, достар, сол түрін таңдай бересіздер. Я, если что, постараюсь поставить и сразу порошковый түрін, и капсула түрін. Енді сыйып жатса мына жерге. Вот. Осы тоже витамин С-ны тоже самое, да, жаңағы өт тазалау курсына өтіп жатқан қыздар тоже постоянно основе осыны назначает врачи. Именно осы Нутрибиотик деген бренд. Теперь, друзья, бағаларын айта кететін болсам, мен бағаларды әртүрлі, достар, мен мынанша теңге деп айта алмаймын, енді өйтіп айтпай ақ қояйын, потому что доллар колебается, сайттың витаминнің бағаларының бәрі сайтта долларға байланып тұр, да. Сондықтан доллар өссе, баға өседі, доллар түссе, баға түседі деген сияқты. И вообще кейін кездері кейбір витаминдер сами по себе бағалар қымбаттап жатыр. Неге екенін ұқпадым. Допустим, комплекс кальций, магний, цинк, подсолнечный лецитин. Сами по себе бағалары доллар көтерілмесе де, тұрақты болса да, бағалары көтеріліп жатыр, достар. Вот. Витамин С-ның, достар, енді тура бұл екі түріне осы брендке ғана қадалып тұрған себебім, осы түрін өте көп сұраныста біздің именно Қазақстанда. Енді мен жалпы айтқанда онда брендке байланбаймын. Негізі өзім қарап, оқып, инструкциясына қараймын, бағасына қараймын деген сияқты, солай ала беремін. Ал енді кейбір кісілер бар, именно осы керек деген сияқты. Менде почему-то көптеген кісілер сондай, именно осы түрі керек деген, сондай кісілерге арнап осы витамин С-ны порошок түрін, капсула түрін заказ береміз, аламыз. Бұл жерде витамин С очень хорошая доза, с одной стороны, девочки. И не зря, наверное, врачи назначают, потому что дозасы жақсы. Но если сіздің қалтаңыз бұл витаминдерді көтермей жатса, басқа түрінде таңдауға болады, но ол жердің дозасын қарайсыздар. Егер сіз дозасы сәл төмендеген алсаңыз, жаңағы дәрігер берген норманы толтыру үшін, достар, қарайсыздар, может кішкене көбірек капсула ішесіздер күн день, да. Вот. Келесі продукция, достар, ол алтыншы бізде Hemaplex деп айтады. Бренд Nature's Plus, если не ошибаюсь, достар. Осы жерге тоже қойып кететін боламын. Енді бұл, достар, осы естеріңізде болса, менде жазда июньда ма осы Hemaplex-ның барлық түрін алдым, мен наличие алып, прям сіздерге көрсеткен кезім болған. Осы жерде, достар, пастила түрі бар, тәтті түрі. Есть капсула, то есть гелевая капсула деп айтады, софт гелс деп айтады. Потом есть еще прессованный дейді, хелатный түрі. Осы үш түрі бар. Достар, енді бұл үш түрінің хелатный деген түрі бір айлық курсқа арналған бір упаковкасын алсаңыздар, иә. Ал мына қалған екі түрі, то есть капсула түрі, жаңалде пастила түрі, иә, тәтті түрі, бұлар сізге 20 күнге ғана жетеді. Ну, бағасы, конечно, кішкене қымбатырақ, но енді очень популярный, очень. Даже көптеген қыздар именно осыны аламын деп маған суретін жіберіп отырады. Hemaplex-ның, осындай Hemaplex деген бар екен ғой, айтып жіберіңізші Гүлжан, пожалуйста, ссылкасы бар ма сізде, фотосы бар ма сізде деген сияқты қыздар өте көп хабарласады. Достар, мен осы жерге қойып кетемін, каждый түрін.
бұл хемоплекс достар не істейді? Бұл хемоплекс сіздің организміңіздегі түсіп кеткен гемоглобинді көтеруге, тез көтеруге көмектеседі. Шынымен ақ ол әсері бар. Әйтпесе елдің бәрі жаппай осыны алуы енді нереально да, потому что менде бар көптеген қыздар постоянно основе осы хемоплексті алып тұрады. Сонда түсіп кеткен гемоглобинді тез көтереді достар. Но тағы да бір айта кететін жағдай, бір упаковкасын алып алып достар, бірден гемоглобиннің көтеріліп болды деуге болмайды, потому что ол іштіңіз, ол временный эффект береді, ол қайттан түсіп кетуі мүмкін да. Сондықтан, чтобы постоянно поддерживать, девочки, ол как минимум енді бір жоқ дегенде бір 2-3 ай ішуіңіз керек да. Вот, сондықтан обратите внимание, у кого анемия, у кого постоянное недомогание, да, бассейн алу, там, не знаю, әлсіздік, соның бәрі гемоглобин төмендігінен достар. Вот. 7-ші продукция ол витамин D3 плюс K2 деп айтады. И это бренд Solaray достар. Осы жерге картинасын қойып кетемін. Неге бұл популярный? Неге? Мен де сол қызық болды ма, тоже ізденіп оқып қарағанымда. Оказывается, витамин D3, да, витамин D3 осы бәрімізге белгілі, күнде бәріміз ішіп жүрген D3 K2 мен бірге организмге тереңірек сондай керемет сіңеді екен. Екеуі то же самое, да, бір-біріне көмектесіп, поддержка жасап тұрады, как и кальций с магнием. Вот, K2 мен ішпесеңіздер, D3 былайша айтқанда пустая трата денег, ауаға кетіп жатыр, ол қатты бір сізге сіңіп организміңізге көмек беріп жатқан жоқ деген мағынада. Сондықтан да то же самое, да, врачи постоянно изучают именно этот D3 с K2 из бренда Solaray. Вот, менде енді осы 1,5-2 жыл аралықта постоянно осы витаминді ішіп жүрген кісілер бар достар. Тағы да келесі продукция 8-ші ол бізде омега-3. Омега-3-ді алып келсем болады екен. Негізі картинасын қойып кете салайын. Омега-3, Жаурик, сен ренжімесең әкеп бересің ба омега-3 коробканың ішінен? Омега-3 достар, ол балықтың майы. Менде көп, почти что каждый день біреу звондайды ғой маған. Обязательно бір новый адам звондайды. Здравствуйте, Гүлжан, сәлеметсіз бе, Гүлжан? Омега-3-іңіз қандай? Омега-3-іңізді алсам бола ма? Омега-3-іңіз, там, не знаю, так сказать, Siberian Wellness дейді, сибирское здоровье, там, басқа брендтер енді жаңа, Эрсак, бірден көп қой, солардан не жоқ, омега деп жазылған. Сондай продукциядан не айырмашылығы бар? Достар, мен сіздерге айтайын, айхербтің омега-3 неге ал дейді? Айхербтің омега-3 неге танымал достар? Өйткені американецтер, европейцтер в том числе омеганы балықтың етінен алады. Балықтың етінен алады. Олардың омегасы таза. Балықтың олардың сырье дейміз ғой, шикізаты, именно жаңағы омеганы вырабатывать ететін рыбий жиры, ол таза, олар натуральный, скажем так. А те, которые Россия, не знаю, біздікілер, олар балықтың бауырынан жасайды. Ол арзан бір жағынан шикізат. И ол енді бауыр деген өзіңіз білесіз ғой, қандай ол сондай зиянды, әбден жаңа бүкіл организмдегі фильтр ғой, организмдегі бүкіл шлактардың бәрін жинап алып қалады да. И содан бізге омега жасап береді. Енді білмеймін, өзіңіз білесіздер, мен соны оқығанда мен вообще шоке болдым. Содан бастап шығар, наверное, мен айхербтан омеганы аламын. Айхербтің омегасын мен омегасын нетем, насихаттаймын да, айтамын елдерге білгенімді да. Почему бы бөліспеске білген информациямен. Вот, достар, сол шында айхербтің омегасын ішкен пайдалы. Жаман анау-мынау эксперимент жасайды, енді өздеріңіз білесіздер. Оның бәрі, я так думаю, маркетинговый ход. Олардың бәрі әркім өз продукциясын өткізгісі келеді, сондықтан айхербті топить етеді, да? Айхерб не сетевая фирма, деп, друзья, еще раз говорю. То есть айхербті сіз алсаңыз да, кім алсаңыз да, енді для меня, вот честно, мен структурам емессіз, басқа емессіз, да? Маған енді ни жарко, ни холодно, да, но продукция хорошая. Мысалы, қазір айтайын сіздерге, енді немножко отойду от темы. Россияда айхербтің көп витаминдеріне запрет қояды. Неге? Ол айхерб жаман болғаннан емес, достар. Потому что Россияның ішкі өздерінің магазиндері, өздерінің фирмалары убытокта, то есть олардың продукциясы өтпейді. Мына айхерб өтеді, да? Сондықтан бұлар бұны жауып, өздерінің продукциясын өткізу үшін бұларды жауып рұқсат бермей отыр, кіргізбейді. Енді былайша айтқанда нездоровая конкуренция. Мына айхербпен конкурент болуға олардың духы шыдамай тұр да, қазақша айтқан кезінде. Сондықтан бұл айхербті олар жаңағындай
насильно жауып өздерінің жаңағы продукциясын ұсынып жатыр. Ал енді Ресей халқының өзі не істейді? Оны істегісі келмейді олар. Олар оның бәрін біліп тұр олар. Олар жаңағы бізге хабарласып, iHerb-тан алып беріңіздерші бізге. Осындай товарлар жіберіп бере аласыңдар ма? Пересылка жасай аласыңдар ма деп хабарласып жатқан жағдайы бар. Сондықтан обратите внимание, есть возможность заказать бесплатно с доставкой из Америки, друзья. Участвуйте в моем онлайн-марафоне деп реклама айтып кеткенсің ба? Өздеріңіз білесіздер, достар, но мен шынын айтқанда iHerb-тан заказ беруді курс ретінде оқытамын. Оны мен жасырмаймын. Енді мен көрсеткен сізге California Gold Nutrition деген бренд, бұл iHerb-тың өзінің бренді, родной. И, соответственно, конечно, интерфейс дейміз ғой, енді жаңағы приложениесіне бірінші осы продукцияны қояды. Енді әркім өзінің продукциясын бірінші қояды ғой, алға қарай, сол сияқты. Енді Carlson Labs деген бренд бар. Ол жерде супер омега деген жақсы омегалары бар. Мысалы, сондар кеңес беремін. Ол да топовый продукция. Осы жерге қазір картинасын қойып кетемін, достар. Мүмкін сіздер көріп жүрген шығарсыздар оны магазиннен, Мүмкін оны сізге врач назначить еткен шығар. Но вы не знаете, где покупать, да? Пожалуйста, приобретайте из iHerb, друзья. Вот. Если еще информация нужна, может быть, омегаға отдельно тогда видео түсіріп берем. В чем различие омега-3, там, не знаю, так, что еще есть? Рыбий жир, сол туралы тогда видео түсіретін шығармын. То есть, 9-шы бізде, достар, магний тұры. Магний жалпы адамның успокаиваться ету үшін, магний нервный системаны реттеу үшін, магний жаңағы айтып отырмын ғой, сіздің денеңіздегі организміңізге сіңіп ішіп жатқан кальцийіңіздің тереңірек сіңу үшін осы обязательно магний қажет. Кальций сіңген кезінде магнийді қоса алып жүреді. Магнийдің тоже түрлері көп, но кейбір түрлерін қойып кетейін, кішкене қымбат түрлерін де қоям. Магний глицинат, именно метаболик maintenance деген брендте. Стеклянная бутылка тоже біздің врачтар көп назначают. Көп жағдайда сайтта болмай қалады, сол үшін мониторить етіп, уведомлениеға қосып солай отырасыздар, қыздар. Сосын кейін омега Solarey деген брендтің магний глицинаты тоже, да, быстро усваивается, легко усваивается, 350 доза деген. Так, мына жерде қанша доза екен менде магний? Магний на жерде 400 доза, ну тоже хорошая доза. Говорю же, друзья, вот этот витамин как бы сам по себе безобидный, такой дешевый, да, но такой классный. Да, и смотрите, кальций 1000 дейді, цинк 15, ну тоже очень хорошая доза тут. Вот. И магнийдің, достар, не спрей түрі де бар. Кстати, осы жақында мен аламын. Менде Айгүл деген вот жақын нем бар, қызым бар. Сол қыз заказ берді, спрей түрін. Жалпы спрей түрі организміңізге тез сіңеді. Ванна, душ қабылдаған кезінде как успокаивающий эффект береді. Вот. И жалпы магний, так, малатный түрі келеді, кстати. Хелатный түрі, цитратный түрі, енді өте көп түрлерді. Сізде дәрігермен кеңес, именно сізге қандай түрін алу керек, соны жазасыздар. Немесе магнийдің жаңа мен айтып отқан Solarey деген бренд, легко усваиваемый магний деп айтылады именно. И бренд, так, Sos Naturals қой деймін. Тоже ол брендте де жақсы, быстро усваиваемый магний бар. Енді, достар, 10-шы орында бізде витамин D3. Почему 10-шы орында, достар? Потому что мен список когда составила, жазып қойдым шпаргалка ретінде, сол кезде D3-ді почему-то мен жазбай кетіппін, и я вспомнила, как же без D3, да? Как же без D3? Жалғас, D3 әкеп бересің ба? Мен бәрін әкемеппін мына жерге, сізге көрсететін. D3-дің, достар, 5000 дозасын вам рекомендую үлкен кісілерге, 2000 дозасы бар, рекомендую детям. Детям дегенде плюс 6, плюс от, до скольки десем, до 15, наверное. Уже одан үлкен бала, наверное, уже 5000 дозасын іше беретін шығар. Енді D3 бізге не үшін керек? Ол енді айта бермей қойын, D3 бізге это наша жизнь, ол біз негізі күннен алатын витамин. D3-дің брендтерді айта кетейін. California Gold Nutrition, кәдімгі өзім айта беретін California Gold Nutrition. И всегда California Gold Nutrition'ның витамин D3-ларына, достар, всегда акция, всегда хорошие цены. Так что, если есть возможность заказать из сайта, друзья, то заказывайте California Gold Nutrition. Немесе Now. Now брендінде тоже
витамин D3 бар, то же самое 5000 дозасы, 2000 дозасы. Енді ана жолдары менде 50 000 доза алған қыздар болды. 50 000 дозаны достар сіз аптасына бір рет ішесіз. 10 000 дозасы бар, тоже ударная доза. Оны да ішсеңіз болады. D3-ге анализ тапсырып, достар, солай сіз өзіңізге қажеттісін ішесіз. Енді ана жолмен бір дәрігер тыңдап қалдым, инстаграмда прямой эфирде отыр ғой. Сонда ол кісі айтқаны, D3-ді 5000 дозасын детям рекомендует, ана 10 000 дозасын үлкен кісілерге рекомендует. И айтады, ол көп емес па деген сұраққа, жоқ деді, ол көп емес, ол норма деп. Ал енді 10 000 кішілік көп десеңіздер, 5000 дозасын ішіңіздер, үлкендер, кішілерге 2000 дозасы. Мен мысалы 2000 дозадан 2 ішіп аламын күніне, кейде 3 ішіп алатын кездерім болады. Ал ұлым 8 жаста, оған 2000 дозадан 1 штук беріп қоямын да күніне. Сол сияқты. Ал енді одан кіші балаларыма енді 400 доза D3 деп айтылады негізі балдарға. Сол түрін беремін. Осымен достар, бүгінгі видеом аяқталды. Самый топовый 10 витаминді көрсеттім iHerb-тағы. Достар, егер сіздер менің марафоныма қатысып, менің курстарымды оқып, iHerb-тан заказ салуды үйреніп, өзімде енді кішкене айналама, совместный покупка жасаймын деген болсаңыздар, осы видео сіздерге көмек ретінде, шпаргалка ретінде солай видео жасадым достар. Егер видеом ұнаса, осындай видеоны көбірек түсіріп тұр десеңіздер, лайк басып, каналға жазылып, комментарийға жазылып, солай мені қолдап отырыңыздар достар. Алда тағы да керемет жаңалықтар болады, сондықтан колокольчикті басып, менің каналыма әрдайым қарап көріп отырыңыздар. Сау болыңыздар достар.